жүзін әжім торлаған, бейнет бетіне бояуын аямай салған, жаулығымен жасырғанмен, самайындағы ақ шашы мен мұндалап көзге түскен жасы 50-дегі әйелмен пойызда сапарлас болдым. Есімі Жүзік екен. Мен де тұңғыш немерелі болып, сол немеремді шығарып алуға жол жүріп бара жатқанмын. Ұлым Алматыда оқу оқып, кейін бітіргесін ауруханасына дәрігер боп кіріп қалып қойған еді. Болашағын байламайын деп ауылға шақырмадым. Үйленді. Енді немере сыйлап, қуанышым еселеніп, мәз болып бара жатырмын. Жол қысқарсын деп, жанымдағы келіншекпен бірге шай ішіп әңгімелестік. Бесік тойын жасап, бесікке салып, бөлеп, үйретіп кетемін дедім. Бесігі несі? Деп ыршып түсті әлгі әйел. Бесікке бөлеме? Қарайтын адам болса, не керегі бар баланы қинап? Деді әлгі әйел. Егер жас келіншек айтса, түсінерем. Жас қой, көзқарасы бөлек деп. Өзім қатарлас әйелдің бұлай бесіктен шошығанына таң қалдым. Мен бесікті жек көрем дегенде, көзінен аққан жасы, бетіндегі терең әжімнің бойымен сырғып, иегінен тамшылады. Мен сырын білмекке ұмтылып, аузын аңдыдым. Үнсіз 2 кесе шайдан ішіп алғасын, ол терезеден далаға қарап әңгімесін бастады. Ес білгелі жетімдіктің ащы дәмін таттым. Анам Гаухар өте сұлу, әрі жүргіш әйел болған деседі. Оң босағада отырып мені туған. Туған ағасы Жанмұратқа мені бірге толмастан тастап кетіп, өзі Төретамға кетіп, бір еркекке күйеуге шығып кетті. Ес білгелі Жанмұрат нағашым мен Айбеке жеңгемнің қасқабағына қарап, балаларын бағып ойнатумен күнім өтті. Анамның туған сіңілісі Майра мен 8 жасқа толғанда көрші ауылға күйеуге шығып кеткесін, таза жетімнің күйін кештім. Жалтақтап, жаутаңдаумен күнім өтті. Өзімді артық адам сезінетінмін. Жеңгем нағашымның көзінше шашымды тарап өріп берсе, нағашым жоқта сол шашты сілкілеп тартатын. Нағашым барда, дастарханда төрде отырып, тамақтың тәттісін жеймін, ал нағашым жоқта, дастарханға шақырмай, аштан ас жатып, жинастыруға барғанда қалған құтқандарын талғажау еттім. Балаларын киіз үстіне көрпе салып жатқызса, мен тулақ үстіне жатсам да қатты ұрсатын. Ауылдағы мектеп 8 сыныптық еді. Соны бітіргесін сол оқумен қалып қойдым. Оқуды орташа деңгейде оқыдым. Даланың тірлігі, малдың жем-суын беру, айран пісіру, құрт жасау, үй жинау, ыдыс жуудан қалжырап, сабақ оқуға шамам келмей ұйықтап қалатынмын. Менімен бір сыныпта оқыған нағашымның ұлы 8-ші сыныпты бітіргесін, қалған оқуын аяқтасын деп, көрші ауылдағы интернатқа жіберді де, мені қыз балаға оқудың қажетіне әріппен сан білсе болды деп алып қалды. Сондағысы үйдің тегін малайынан айырылғысы келмеген болар. Жасым 13-тен асты. Бір күні үйге атына мініп 40-тан асқан ағамның бір досы келді. Алдынан шығып, салқын шұбат бердім. Келген қонақтарды осылай қарсы алып шұбат беру менің міндетім болатын. Ол ризашылық білдіріп үйге кіріп кетті. Одан соң да үйге қайта-қайта келгіштеп кетті. Бір күні түнде ағамның қатты шыққан даусынан оянып кеттім. Түнгі тыныштықта сыбырдың өзі қатты естіле ме? Бәрін естідім. Анасы керек қылмай тастап кеткен. Әкесі кім екені белгісіз. Кім алады оны? Қайта, кәрі болса да, дәулеті тасыған кәкімге берсек, тамағы тоқ болады. Әйелі қайтыс болса не бопты?
сенің қарындасың деп жақсы қарайды қайта, деді жеңгем. Ей, сен қатын сөз ұқпайсың ба? деп нағашым жегіп еді. Артынша жеңгем сыбырлап, сықылықтап, ағама бірдеңе деп жатты. Нағашымның соңғы сөзі: жарайд, келсін, береміз болғасын. Мен өзімді келіп жүрген кәрі кісіге күйеуге беруге асыққандарын білдім. Бұл хабар Майра нағаш әпкемнің құлағына жеткен бе, таң атпай келіп, аға жеңгеме ұрсып, дымын қалдырмады. Сөйтті де мені бұл тозақтан құтқарып, өзінің үйіне алып кетті. Әпкенің аты әпке ғой, бұл жақта да әпкеме көмектесіп жүрдім. Бірақ оған ренжімедім. Маған 3 жыл бойы мейірімін төккен әпкеме разымын. Тігін машинасын үйретіп, көйлек, дамбал, құрақ көрпе тігуді де меңгердім. Әпкем де осы уақыт арасында 2 бөпесін өмірге келді. Мәңгі бұл жерде тұрмайтыным анық қой. 16-дан асқасын әркімнің көзі маған түсе бастады. Жездеме келіп, қолға салып та кетеді екен. Содан әпкем: өзіңе ұнайтын жігіт болса, етегінен ұста, деді. Ауылдың орталығында тіршілік қайнап жататын. Сол жерге шімішкі сатып жүрдім. Сөйтіп жүріп, болашақ жарым Өмірбайды жолықтырдым. Оның жасы 23-те, бойы ұзын, қара толқынды шашы, қысыңқы көзі өзіне ерекше әдемілік беріп тұрған Өмірбай тракторымен орталыққа келіп тұрады. Шаруалары біткесін кетеді. Екеуміз таныстық. Ертеңіне келгесін бірден айтты. Үйде кәрі анам бар. Ескі қара кепеде тұрамыз. Егер маған ерем десең, тракторға мін, деді. Менде ешқандай басқа таңдайтын нұсқа жоқ еді. Мініп алдым да, келін боп, қамыстан салынған, сылақсыз 2 бөлмелі кішкентай үйге келін болып түстім. Нағашы жұртым бақуат деді, келген жерім кедей екен. Қорасында 1 қой мен 2 ешкі, 1 лақ бар екен. Күннің жарығы түспейтін кішкентай 2 көзді терезе үйдің жоғарғы жағына салынған, соғыстан бұрын салынған, құлағалы тұрған үй. Күн түспегесін үйде сызданып, ылғалды ауаның иісі мүңкіп тұр. Бұрышта бүкшейіп марқұм енем жатыр екен. Астында тоз-тозы шығып, кірлеген, бұрыштары көнеріп жыртылған, мақтасы түйдектеліп, қатып қалған көрпеше бар екен. Келін келетінен бейхабар сияқты шошып кетті. Апа, келінің, деп мені кіргізді де Өмірбай өзі кетіп қалды. Енем ойуы оңып кеткен бұрыштағы ескі сандықтан 1 орамал алып басыма тақты. Кімнің баласысың? Қай жерден боласың? деді. Мен ауылдың атын айтып, әке шешем жоқ деп едім. Жетіммін де, деді. Ішімнен мұздай бірдеңе зу етіп жүгіргендей болды. Сол келгеннен мені енем түртпектеп жақтырмады. Көршінің қызын ал дедім. Жетімнің қызын неге алдың? Тәрбиесі жоқ. Балаларыңа ертең не тәрбие береді? деп көзімше де күйеуіме айтып отыра беретін. Мен қайтсем де ісіммен, тірлігіммен жағам деп, мені жетім дегізбей, артымнан дүниелерімді әкеп берген Майра әпкемнің беріп жіберген тігін машинасына отырып, жыртық маталарды құрап, барлық көрпешелерді жаңалап шықтым. Тігін тігеді дегенді көрші кемпірлер естіп, матасын әкеледі. Тіккен еңбегі деп, бірі сүт, бірі май, құрт, тағы басқаларын әкеп беретін болды. Артылған маталардан перде, енеме көйлек дамбалын тігіп, жаңалап беріп отырсам да жақпай қойдым. Тамақ істеуге тәбетім болмай, жүрегім айней бастады. Аяғым ауыр екенін сезіп, күйеуіме айттым. Ол қатты қуанды. Үйдің асыраушысы
өзі еді. Таң атпай кетеді, кеш ауа келеді. Тамағын, шайын беріп, жұмыс киімін күнделікті жуып, аяқ киімін күнде тазалап, шоқ өтекпен киімін үтіктеп, баптап жіберетінмін. Енем бір күні кешкі шайда тағы әңгіме бастады. Мына жетімді апарып таста, керек емес маған мұндай тексіз келін. Өзім таңдап тұрып әперем саған, деп еді Өмірбай. Апа, ішінде балам бар ғой, баламмен жібере берейін ба, деп еді. Енем ішкен шайына шашалып, көтек, деп үндемей қалды. Одан кейін маған жетімдігім жайлы ештеңе демеді. Жүктімін деп жатып алмадым. Қыс бойына инағашпен су тасып, күн жылыда бақшадан шықпадым. Бос жатқан жерге қияр, помидор егіп, соларды піскесін сатып, өзімізде пайдаландық. Ай күнім жетіп, қыз босандым. Бағым деп енем атын қойды. Тәп-тәтті тұңғышымды құшақтап сүю арман болды. Бар, тірлігіңді істе. Бала қол байлайды деп, тек емізгенде ғана баратын болдым. Түнде қасымда жатқанда күйеуім екеуміз баланы құшақтап сүйіп аламыз. 2 айдан асқасын сүтің жармай жүр деп, ешкі сүтін сауып беретін болды. Мен таңнан кешке дейін дамылсыз жүре берсем, қайдан сүт жарысын? Күйеуім үй саламыз деді де, киіз үй құрып, ескі үйді бұзып тастадық. Баланы енем беске бөлеп жыласа да, мен келе жатсам, бар деп қайтарып жіберетін. Күйеуіме айтсам, тұңғыш немересі болғасын, қызғанатта деп жұбататын. Үйдің әр кірпішін күйеуіміз екеуміз қолдан соқтық. Омырауым иіп, сүтім аққасын емізуге барсам, енем ешкі сүтімен тыңқиып тойдырып қойғасын, қызым ембей қоятын. Одан кейін мен де мән бермейтін болдым. Солай сүтім өзінен өзі тартылып кетті. Бір күні далада жүрсем, бағым шырқырап жылап жатыр екен. Жүгіріп келе жатырем, қайда? Бала болғасын жылап қоятта, деп енем алдымнан шыға келді. Расымен жылауы тоқтады. Бірақ жүрегім өрекпіп, сонда да үйге кіріп қалып ем. Қызым құсып, құсығына тұншығып, көзі ашулы жатыр. Жан даусым шығып, бесіктен шешіп алдым да, еңкейтіп арқасынан қағып едім, лоқсып, құсып жіберді. Шыбын жаным шығып кетердей болған мен еңіреп жібердім. Енем баланы қолымнан алып, жалғыз сен ба бала туған? Қарап отқан жоқпын ба? Деп тыйып тастады. Содан кейін қызымды онша жылатқым келмей, енем жоқта тез барып тербетем, не аузына емшегімді салып қоятын болдым. Тірлігің өмір өнбейді, деп ұрысты енем бір күні. Баламен омалып отыра берсең, биыл үй салып бітпейміз. Таста, бар ана далаға. Қазір мен де барам, деді. Отырып үйреніп жүрген 6 айлық бағымды жерге тастадым да далаға атып шықтым. Енем оны жылатып бесікке бөлеп жатқанын білдім. Бір кезде енем де қасыма келіп, сылақтың балшығына шелекпен су құйып жүрді. Бағым әлі шырқырап жылап жатыр. Апа, жылап жатыр, барып келейінші деп ем. Жылап қоят, не емешегің үзіліп, деп жекіді. Тірліктен қашып, отыр бар, балаңды құшақтап, деп қойды. Өзім жалтақ боп өскесін, қарсы жауап айтуды да білмейді екенмін. Жыласа да бармай, балшықты араластырып тұрмын. Бір кезде енем құдықтан су тартып жатыр еді, киіз үйге қарай асыға жүгірдім. Көзінен жас ағып, тамағы қарлығып жылап жатқан баламды көріп, менің де көзімнен жас төгілуде. Дереу бесіктен шешіп алып жатқанда, қолыма баламның қаны жұқты. Тоңқайтып қарасам, көтенінің еті мен майы көрініп, қан ағып жатыр. Апа, деп аңырап жыладым.
енем ентігіп жетіп келем дегенше не болғанын түсінбей бесіктің көрпесін көтеріп қалып ем. Түбекте зуылдап жүрген егеу құйрықты көрдім. Қалай кіріп кеткенін білмеймін. Түбектен өрмелеп қызымның көтенін мүжіп жеп кеміре берген екен. Бесікті бір тептім да алдымнан шыққан енемді иығыммен итеріп жіберіп, сен кінәлісің, сен деп айғайлап, қолыма қызымды көтерген күйі ауыл орталығындағы емханаға жүгірдім. Олар дереу ауруханаға әкетіп ота жасады. Тілі шықпаған шақалағым қиналып ауырғанын айта алмай, көмекке шақырғанында бара алмағаныма өзімді кінәлап, астымнан қан кетті. Сөйтсем, аяғым ауыр екен. Балам қатты уайымдағаннан немесе ауыр жұмыстан түсіп қалды. Іштегі баламнан айырылу, сыртымдағы баламды мүгедек қыла жаздау мені қатты күйзеліске түсіріп жіберді. Ауруханадан шыққасын, енемнің қаттылығы сонша, ештеңе етпейді, аман қалғанына шүкір. Киімнің ішінде көрінбей қалады жарасы деген. Ол қыз баласы емес пе? Ертең тыртығынан ұялады ғой деп, әкесі екеуміз қатты қайғырдық. Жара деген жазылып бітпейді екен. Үлкен, кіші дәретке отырған сайын жылағанда аза бойым қаза болды. Ауру жанына батып, ұзақ отырады алмай, қимыл қозғалысы кеш дамыды. Бағым 3-ке келгенде бізде шаңқайтып 4 бөлмелі үйді салып бітірдік. Мен тағы көтерген едім, артынша ұл тудым. Әлім деген ұлым бар қайғымды ұмыттырған жұбаныш болды. Енем бесікке бөлеймін деп еді, есіме өткен өкініш түсіп, бөлемеймін деп шорт кестім. Ей, аяғы қисық болады, талтақ болады деп бастап жатыр еді. Осы балаға қарамасам, не істеймін деп бұл баланы еркелетіп бесіксіз өсірдік. 2-ге келіп, былдырлап, тәтті қылығымен бәрімізді қуантып жүрген балапанымнан айырылып қалам деп кім ойлаған. Түскі тамаққа келген Өмірбай тамағын ішіп, демалып болғасын тракторын оталдырып, артқа жүріп еді, шаңқ еткен дыбыс шықты. Тракторынан түскен ол, деп аңырап, мен не істедім? Мен өз баламды өлтірдім. Мен қылмыскермін. Мен түрмеге отырам деп, 2 жасар әлімді денесі мыжылып, аузынан қан аққан күйі қолына алып, апамның алдына барды. Жаңа ғана бағыммен құмда ойнап отырған ұлын бұл жерге лезде жетіп келеді деп ойламаған ол, осылай туған ұлын басып өлтірді. Енем бұл көріністі көріп, талып қалды. Ақылынан алжасып, сандырақтайтын болды. Ал күйеуім 8 жылға түрмеге тоғытылды. Ал менше, мен тірі өлік едім. Қап қара шашым 20-дан енді аса сала әппақ қудай болды. Тек бағым ғана менің осы өмірдегі бар болуымның себебі еді. Енемді өмірден өткенше бағып қарадым. Өлер алдында қолымнан ұстап, саған разымын деді. Көзімнен жас шықты. Разылығын алуым үшін 2 баламнан, күйеуімнен айырылу керек болды ма, деп өзіме жауапсыз сұрақ қойдым. Күйеуім түрмеден шыққасын бірге қосылдық. Тағы ұл тудым. Атын Орынбасар деп қойдық. Дүние құрып кетсе де, оны еш қараусыз қалдырған жоқпын. Тағдырдан көргенім қатты таяқ боп тиді. Сабақ алдым. Бағымым күйеуге тиді. Астыңғы жағындағы үлкен тыртықты көріп, не болған? Анашым, неге маған қарамадыңыз деп бой жеткен шағында жылады. Оған қалай, не деп түсіндіріп ақталамын. Әлімнің періште боп көкке ұшып кеткенінде қараусыз қалдырғанымды қалай ұмытамын. Қанша бала тусаң да, әрбірінің орны бір бөлек, ешбірі
бір-бірінің орнын баса алмайды. Жүрегімде әлімімнің орны ойсырап тұр. Орынбасарым жігіт болды, диплом алады, соған бара жатырмын. Маған ақылын айтар анам болмады. Өмірден түйгенім, тірлік еш қайда қашпайды. Тірлікпен жағам деп, салпылдап, балаңды еңіретіп, бесікте тастап жүре бермей, кім не десе, о десін, бірінші балаңның жанында бас көз болған дұрыс. Ертең келінім болса, менің күнімді кешпесін деп, оған бейнет көрсетпеймін деді. Мен бұл әйелдің сонша тағдыр тауқыметін тартса да, мықтылығына қайран қалдым. Әрине, бесікке салмаймын десе, өз біледі, өз көзқарасы. Мен сол үшін немерелерімді бесіктен алыстатпаймын ғой. Ал сіздің ойыңыз қалай, тыңдарман? Бесікті қолдайсыз ба? Әлде қажеттілігі жоқ па? Комментарияға пікіріңізді білдіре кетсеңіз екен.